Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз билирубин, олардың анықтамасы және пайда болуы механизмі жайлы болмақ. Ең бірінші билирубин дегеніміз не? Ол жаңағы тіршілігін жойған эритроциттерден, болмаса зақымдалған эритроциттерден пайда болатын өт пигменті болып табылады. Пигмент ол яғни түс береді. Билирубиннің дәрігерлер практикасында қандай да бір диагноз қоюға болмаса бір өте маңызы бар анализдердің бірі болып табылады. Билирубиндерді білесіздер, тура емес билирубин, яғни байланысқан емес байланыспаған билирубин, общий билирубин деген қанда өзінің мөлшерлері бар. Ең бірінші жаңағы айтып кеттім, эритроциттердің алмасуына пайда болады. Сондықтан біз эритроциттер не, олар қайдан пайда болады, сол туралы тоқтала кетсек. Адам қанындағы формалық элементтер, яғни эритроцит, лейкоцит, тромбоцит барлығы да негізінен осы сүйек кемігінен түзіледі. Сүйек кемігінде осы именно эритроциттердің түзілуі эритропоэз деп аталады. Ол эритроциттер сүйек кемігінен қан тамырына жас, яғни әлі белсенді емес эритроцит ретінде, нақтырақ айтсақ, ретикулоцит ретінде қанға түседі. Жас қой, ретикулоцит. Ретикулоцит деген яғни белсенді емес жас эритроцит. Қан айналымында 1-3 күн аралығында тіршілік етіп, ол үлкейген, яғни жұмысқа қабілетті эритроцитке айналады. Бұл эритроцит бізде білеміз қанда 3-4 ай, яғни 120 күн өмір сүреді екен. Эритроциттің қызметі кислород тасымалдау. Кислород. Эритроциттерде білеміз біз белок бар, гемоглобин. Гемоглобин құрамында темір бар, эквивалентті. Ол өзіне оттегіні жабыстырып, осы эритроцит арқылы, яғни клеткаға оттегін беріп, соданы алып, карбоксигемоглобин ретінде қайтадан өкпеге барып, сөйтіп шығарып алмасып отырады. Қартайған эритроциттер, яғни ары қарай не істейді? Қан тамырының ішінде ол жүрмейді ғой. Тамырлар арқылы, яғни көк бауырға барады. Бізде тамыр сақ қойын. Артерия, жақта вена. Көк бауырға барады. Селезенка, я? Көк бауыр. Көк бауыр дегенді естігенде ойымызға бірден келетіні, ол осы эритроциттердің ыдырайтын орны, я? Көк бауыр арқылы, көк бауырға барып, бұл жаңағы қартайған эритроциттермен бірге жас эритроциттер де баруы мүмкін көк бауырға барып. Осы көк бауырдың ішінде осы тамырлар мынандай сет құрайды, яғни капиллярлар. Осындай көк бауырдың ішінде осындай тамырлар, кішкенше тамырлар осындай сет құрайды. Бұл сетті бір аты бар, ғылымда билирод сеті деп атайды. Бұл тор, яғни тордың ішінде жаңағы жас эритроциттер өте андай созылыңқы гибкий болады ғой. Бұл сеттен өтіп қайтадан қан тамырына түседі, ал қартайған эритроциттер жаңағы гибкистігі азайып, ол сол жерде өте алмай, ары қарай макрофагтармен қоршалады. Яғни ол эритроциттер уже организмге бөгде зат ретінде қабылданады да, фагоцитоз процесі жүріп кетеді. Ол жаңағы макрофагтармен қоршалады, но макрофаг. Мына жерде эритроцит. Қартайған эритроцит. Ары қарай бізге ең керегі осы жер, яғни жаңағы эритроциттің ыдырауы осы макрофагтардың ішінде жүреді екен. Ары қарай яғни ары қарай жаңағы бізде үлкен макрофаг, барлық процесс осының ішінде болады ғой. Жаңағы эритроциттен гемоглобин бөлініп шығады. Гемоглобин. Ол ары қарай ферменттің қатысуымен екіге бөлінеді. Глобин, бұл табиғатты белок. Бұл ары қарай организмге өзінің қызметін атқарады. Келесі гем. Бұл белок та емес зат. Глобин белок, гем белок емес. Гемді молекулалық құрылымы жаңағы ол мынандай протопорфириновое кольцо дейді. Мынандай доңғалақ шеңбердің ішінде болады екен. Және темір протопорфириновое кольцо дейді. Ары қарай осы темір өте
улуу зат болгондуктан, бул канга түшөт, улуу зат болгондуктан апоферритин ферменти аркылуу бул белок тоже табигатта байланышып, жанагы улуу затыбыз жалгыз калган темирибиз ферритинге айналат. Бул ферритин ары карай гемосидрин ретинде запаска жиналат. Ойлап карасак, ар кезинде эчкандай зат артык күйүндө эмес экен, баардыгынын бир пайдасы бар. Жанагы калган темирибиз айналып эң сонунда гемосидрин ретинде кордо жиналат. Ары карай калган гем мына жерде гемоксигеназа ферменти аркылуу биливердинге айналат. Силерге ферменттерин жазып коеюн. Гемоксигеназа. Биливердинден ары карай биливердин редуктаза ферменти аркылуу бул билирубинге айналат. Астына ферментин жазып коеюн. Биливердин редуктаза. Редуктаза. Бул билирубин бизде жанагы непрямой билирубин дейт, яғни байланыспаган билирубин. Бул өтө уулуу зат. Непрямой билирубин деп коеюн, НБ, яғни непрямой билирубин. Бул өтө уулуу. Бул және майда ыдырайды, жирорастворимый. Сондуктан бул бүйрөк аркылуу чыгытпайды, тикелей бауырга барат. Билирубинибиз ары карай канга түшкөндөн кийин, жанагы айттым, почкага бара алмайт. Сондуктан белок, яғни альбумин белогу аркылуу байланышып, альбумин плюс билирубин бауырга барат. Себеби бауырда осы альбуминди таанитын мына жерде рецептор бар экен. Рецептор. Келесі, бауырга баргандан кийин бауырда конъюгация реакциясы жүрөт. Жазып коеюн. Конъюгация реакциясы. Ол әрине барлық реакцияларға біз ферменттер қатысады. Бұнда да фермент бар. Бұл ферменттің аты глюкуронил трансфераза. Жанагы улуу непрямой билирубинimiz осы фермент аркылуу байланышкан дейт, яғни прямой билирубинге, яғни байланышкан дейді, айналат. Билирубин. Бұл әрине жанагыдей улуу эмес, және де бұл водорастворимый, яғни суда эриди. Касиети. Ары карай прямой билирубин, яғни байланышкан билирубин бауыр ішіндегі жолдар аркылуу общий желчно-печёночный протокко түсөт, яғни холедокко түсөп, ары карай эмне істейді? 12 елшекке түсөт. 12 елшек. 12 елшектен тоқ ішекке барады. Тоқ ішектің суретін салып қояйын. Яғни тоқ ішегімізден бұлтық. Тоқ ішеге. Тоқ ішек. Тоқ ішекке барып, тоқ ішекте бізде білеміз, бактериялар бар. Организмге пайдалы бактериялар өте көп. Шірету бактериялары дейді. Өте көп мөлшерде. Осы тура билирубиннің, яғни байланысқан билирубиннің 90% осы бактериялардың әсерінен стеркобилиногенге айналады.
мына жаққа жазып қояйын. Стеркобилиноген. Стеркобилиноген. Тағы да бактериялардың әсерінен, яғни бактерия плюс ол жерде оттегі бар ғой, ол әсерінен ол стеркобилинге айналады. Міне, конечный продукт, яғни соңғы распад, соңғы атауы стеркобилин. Бұл жаңағы үлкен дәретке адамдардың түс беретін осы стеркобилин болып табылады. Жоғарыда айтқанда 90% ғана реакцияға түседі деді қыдырайды. Қалған 10% қайда? Қалған 10%, так, жазып қойайын. Қалған 10%, 10% билирубин қайтадан қанға түседі. Осы 10%-дің 5%-ы қайтадан бауырға барады. Ал қалған 5%-ы, және бұл айттық қой, суда ери алады, водорастворимый. Қалған 5%-ы бүйрекке барады. Бүйрекке барады екен. Бүйрекке барады. Бүйректе бұл жаңағы стеркобилин емес, уже бұл бүйректе басқанда уробилиноген ретінде бүйрекке барады. Ол жаңағы уробилиноген. Уробилиногеніміз оттегі әсерінен уробилинге айналады. Бұл екінші бір соңғы өнім. Бұл да кіші дәретке жаңағы сабан-сары түс беретін осы уробилин. Қорытындылай келе, құрметті көрермендер, билирубиннің жаңағы көптеген аурулардың диагностикасында өте маңызы бар. Мысалға, адам гепатитпен ауырған кезде, Боткин ауруы дейді, гепатит А дейді, сонымен ауырған кезде жаңағы үлкен кіші дәреттің аппақ болып кетуі, кіші дәреттің сап-сары болып кетуі кезінде, үлкен дәреттің аппақ болып кетуі осы билирубин мен стеркобилиннің алмасуына байланысты, алмасуының бұзылуына байланысты, яғни билирубиннің алмасуының бұзылуына байланысты болып табылады. Және де сарғаюлар, жаңағы механикалық сарғаю дейді, бауыр үстілік сарғаю дейді, цирроз кезіндегі сарғаю, барлығы осы билирубиннің алмасуының бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Сондықтан оны білу біз үшін өте маңызды.